Барлықтарыңызға сәлем достар, және сіздермен мен және Кесентар. Бүгін менде көріп отқандарыңыздай алдымда қайшы және А4 қағазы. Бұлар не үшін деп ойлайсыздар? Әрине, көріп отқандарыңыздай міне мен осындай әдемі шыршалар жасайтын боламын. Не үшін? Себебі бізде жаңа жыл келе жатыр. Соған арнап мен осындай міне әдемі декорлар жасаған. Тек қана ақ түстен ғана емес, осындай жасыл түстен де жасауға болады. Міне мен әртүрлі формаларды жасап көрдім. Ал бүгін біз мынандай міне осындай үлкен шаша жасайтын боламыз. Ал енді қызық болып жатса, осы видеоның соңына дейін көріңіздер және маған подписаться етіп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен біз А4-ді алып, былай бүктейміз, чтобы үш бұрыш болу үшін. Түзулеп үш бұрышты етіп барлық бұрышын жақсылап бастырамыз. Мінекей. Оны қайшының көмегімен де бастыруға болады. Көрдіңіздер ме? Енді мына жерде қараңыздар, бізде үш бұрыш болғаннан кейін мына жағында тағы кусочек қалып қалды. Осыны біз қиып алып тастаймыз. Мінекей. Міне осылай болады. Одан кейін міне оны былай ашамыз. Осылай төрт бұрышты шықты. Енді оны былай бүктейміз. Былай бүктедік қой, енді керісінше былай бүктейтін боламыз. Бұл өте оңай, сіздер видеоны паузаға қойып, тоже қайталап тұрсаңыздар болады. Мінекей. Бұл өте күшті әрі қызықты лайфхак, потому что жаңа жылға орай жасалған лайфхак. Міне. Енді қараңыздар, бізде мынандай линия және мынандай линия болды. Қосу сияқты көрдіңіздер ме, немесе көбейту сияқты. Енді біз оны былайынан істейміз. Барлығын түзу істеуге тырысамыз. Себебі түзу болса, барлығы да әдемі елочка шығады. Мінекей, қайтадан ашамыз. Міне, көрдіңіздер ме, енді біздің мынандай болды. Енді осылай сызыққа біз қайтадан былай істейміз. Осылай істейміз, мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің алдымызда жұлдыз шаға ұқсап қалды. Енді барлығын былай жинаймыз. Қазір мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Міне осылай. Міне осылай жинаймыз. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Осылай жинап болғаннан кейін мынаны міне біз былай істейтін боламыз. Үш бұрышты мына линияға қойғызамыз. Осылай түзу болу керек барлығы әрине. Бұл жерде біз қайшының көмегімен немесе басқа да заттың көмегімен істейміз. Енді біз мына жағында істеуіміз керек болады. Себебі біздің шашамыз түзу әрі ровно күшті болу үшін. Мінекей, біз барлығын бір-біріне сәйкестендіріп түзу істейтін болсақ, бізде түзу шығады. Егер сіздер қисығырақ онша істемейтін болсаңыздар, онда онша болмай қалады сіздердің шашаларыңыз. Мінекей. Көрдіңіздер ме, бізде осындай міне самолетқа ұқсады. Енді бұның мына жағын істеп болғанның артында да солай қайталаймыз. Бұл жерде біз қайшының көмегімен істейтін боламыз. Мына жағында дәл солай істейміз. Мінекей, бізде осындай шықты. Енді біз мына жағын былайынан қиып аламыз. Қайшының көмегімен әрине. Бұл жерде сіздер көріп отқандарында тек қана А4 қағазбенен не ғана керек? Қайшы ғана. Енді бұны алып біз мына жерлерін барлығын қиып шығамыз. Яғни мынандай линиялар жасаймыз. Осындай міне ортасына сәл ғана тимей. Міне. Және істейін ба деп, бірақ мен істемей ойдым. Осындай міне тағы да линиялар жасаймыз. Сіздер ештеңеге назар аудармаңыздар, себебі мен осы жерінде осылай істеп жібердім. Міне осындай линиялар шықты. Енді біз бұлардың былай ашатын боламыз. Міне былай ашамыз. Мына біреуісінің ішінде бізде екеу шығады. Оны былай қайырамыз да. Былай қайырамыз тоже.
Міне, сонда бізде осындай елочкалар шығайын деп тұр. Міне, қараңыздар. Бізде бағана бұл мынандай бір елочка болған болатын. Біз оны алып, екілеу етіп жасап жатырмыз. Міне осылай болады. Осылай пайда болады. Енді сөйтіп басқаларында сөйтіп бүйтіп ашып тастап, осылай көрдіңіздер, снежиночка сияқты болу керек. Солай ашып тастап, олардың барлығын былай бір-бірімен бүктейміз. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте бұл пайдалы болып жатыр, шынайыға ұқсап. Бізде нағыз тұрып тұрған шынайы шырша шығу үшін біз осылай істейміз бұлардың барлығын. Әрине, міне, бүктейміз. Енді бұларды осылайынан бұлайынан алып, бұлайынан бүктеп, назарларын осылай жерлерін бұлай ұштаймыз. Көріп отырғандарыңызда міне осындай ұшталған болу керек барлығы. Қазір мен сіздерге ұштанып болғаннан кейін көрсетемін. Достар, міне бізде осындай елочка шығу керек, және енді бұлардың барлығын мынан жерлерін қайырып тастаймыз. Барлығының осындай листочкаларын барлығын осылай қайырып шығамыз. Сонда бізде міне осындай үш бұрышты болып шығу керек. Достар, бұл лайфхак өте оңай, осыны қайталаңыздар деп мен сіздерге айтамын. Себебі бұл сондай совет, мен өзім осындай бірнеше елкалар жасадым, чтобы бір жерге әдеміленіп қою үшін. Сосын біздің шыршамыздың қасында, өзіміздің енді шыршамыз болады ғой, шекерленген. Соның қасында осындай әдемі қағаздан жасалған шыршалар болады. Егер сіздерге бұл лайфхак өте қызықты әрі оңай болып көрінсе, онда бұны міндетті түрде қайталаңыздар. Кішкене бұлай енді қиындау сияқты көрінеді негізі, бірақ ең соңында нәтижесі соған тұралық. Себебі нәтижесі өте әдемі, күшті болып, шынайы сияқты болып тұрады. Яғни бұл жерде біздің шыршамыз тұрып тұрады. Міне көріп отқандарыңыздай мен барлығын осылай үш бұрыштандырып, оларды мына жаққа қарай лақтырып жатырмын да, бұрап жатырмын. Мына жерден алып, мына жерге енді қараңыздар, мына жерден кішкене қағаздар тоже алып, мына жағына лақтырайық, чтобы бізге оңай болу үшін. Қалайша мен сіздерге біраздан соң келесемін. Мінекей достар, біз көріп отқандарыңыздай бәрін аяқтадық. Міне енді біз бұларды былай осылай түзелеп шығамыз, чтобы барлығы бірдей болу үшін. Міне жайылып. Мінекей достар, бізде осындай әдемі керемет шырша шықты. Өзінің отбасының қасында тұрсын. Ал ендеше сіздерге бұл видеом пайдалы болатын болса, міндетті түрде маған лайк басып, подписаться етіп, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.